Кеше while туралы өтіп едік, енді for туралы айта салайын. Циклға жатады ол да. JavaScriptте for синтаксисі мынадай. For деген операторды жазамыз, жақшасын ашамыз. Жақшаның ішінде 3 бөлік бар. Бірінші бөлігінде initial value'лар жазамыз. Андай, мысалға счетчик, counter'ды қоямыз. Мына мысалда әдемі көрсетілген. Бізге 3 рет алертті шығару керек болса, әуелі счетчикті құрамыз, let i тең 0 деп. Сосын оны нешеге дейін апарғымыз келеді, соны жазамыз, i кіші 3-тен деп. Сосын счетчикті өсіріп отырамыз, i++ деп. Енді мына initial value'ға басында бір-ақ рет кіреді интерпретатор, одан кейін қайтып кірмейді. Ал мына екеуіне кодтың басында және соңында сөйтіп кіріп отырады. Ең басында әуелі тексереді мынаны, i 3-тен кіші ма деп. Егер ол true қайтарса, мына блок коды орындалады. Егер false қайтарса, for'дан шығып кетеді. Мына кодты орындағаннан кейін мына жерге келеді i++ деп. Осы жерде счетчикті жоғары арттырып отырады. Сөйтіп не істейді? Тағы да тексереді. Қайтадан келесі кругқа кірейін ба, кірмейін ба деп, кірместен бұрын осыны тексеріп отырады. Так. Енді мына мысалды орындай жүрсек, play the wasp. 0 шықты. Let i тең 0, 0 3-тен кіші болғасын true болғасын мына код орындалды. Alert i-ді шығарды 0-ді. Екіншісінде мына блок орындалып болғаннан кейін i++ деді, 1 3-тен кіші тағы да шығарды. Одан кейін i++ тағы да орындалды, 2 болып кетті, 2 3-тен кіші, келесінде орындалмай қалды. Так, for туралы қатты бір айтатындай нәрсе жоқ, қайта бір ескертіп айтуға болады. Мына жерде кеше біз break пен continue өттік қой. Break дегеніміз for'дан немесе while'дан толықтай шығарып жібереді. Continue деген бір не өткізіп жібереді, бір кругты өткізіп жібереді. Осы қай круг орындалып жатыр, сол кругтың соңына апарып тастайды. Бірден i++ге апарады. Так, жақсы. Так. Мен жасағым келген ескерту ол метки. Мысалға, мына жерде мысал көрсетілген 2 for жазған. 2 for, оның ішіне тағы да for деген. Сосын ішкі for'да break десе, ол өзінің for'ын тоқтатады, мына for'ды, дұрыс па? Осы for'ды тоқтатады. Ал егер де мына сыртқы for'ды тоқтатқымыз келсе, барлық for'дан бірден шыға салғымыз келсе, қалай шығамыз дейді. Ол үшін for'дың алдына label қоямыз. Бір сөз жазамыз, author деп қос нүкте қоямыз, сосын бар for деп жазамыз. Сосын ішкі for'дың ішінде, ішкі for'дың денесінде break деп мына label'ді шақырасың. Break author десең, екеуінен де шығып кетеді дейді. Бір қараған кезде жақсы мүмкіндік болып көрінуі мүмкін сіздерге, бірақ бұлай қолдан керек емес. Бұлай қолданбай қойыңыздар. Бұл мүмкіндікте бар екен ұмыта салыңыздар. Солай тынышырақ болады. Мысалға, оның орнына бұлай жазсаңыздар болады. Оның орнына. Так, кодты қарайық. Мына жерде break author емес, мына жерде бүйтсек болады. Так. Не істеп жүрдім. Так, мына жерге барайық. Let bracket тең false болсын. Мына жерде тексеріп отырайық. If bracket break болсын. Сосын так. Сәл жылыстық. Так, мына жерде bracket тең true. Сосын барып break жасаймыз. Осылай болсын.
бәрін дұрыс дедім ба? Аға, жақсы. Сыртқы for өзінің әрбір итерациясында ең бірінші брекет деген айнымалыны тексереді. Егер ол true болып тұрса, шығып кете салады. Сосын барып, ол false болса, кодты ары қарай жалғастырады. Мына жерде for'дың ішінде біз соны қолдансақ болады. Мына брекет деген айнымалыға true қоя саламыз да, сосын брейк жасаймыз. Бұл сыртқы for'ды тоқтатпайды, бұл ішкі for тоқтатады. Ішкі for'ды тоқтатады да, сыртқа шыққан кезде мынаны тексереді. Так, бұны біз мына жерге қойсақ та болады. Осылай қойсақ та болады екен. Осылай қойсақ та болады. Жаңағы метканы қолданғаннан осыны қолданған дұрысырақ деп санаймын. Жақсы. Так. Басқа айтатын ештеңе жоқ. Мысал көрсетсек болады. Так, taskbook'тан. Кеше біздің taskbook'ымыз қайда? Taskbook'тан 16-шы беттерді ашайық. Так, 16 емес па не? 7. 16 ғой. Так, с помощью цикла пока или цикла до написать программа вычисления суммы s квадратов четных и кубов нечетных чисел от 1 до n. Проверка числа на четность осуществить с помощью встроенной функции ODD дейді. Мынау қай тілге арналған білмедім. JavaScriptте жоқ екенін тексереміз келсе, былай тексереміз. 2-ге бөлгенде қанша қалдық қалады деп тексереміз. Мысалға 5-ті процент 2 десек, 1 қалдық қалады. Өйткені 5-ге 2 бөлсең, бастауыш сыныпта өткен сияқты 2,5 демейміз, 2/1 қалдық деп айтамыз. Осы мына процент қалдықты айтып беретін нәрсе. Алдыңғы сабақтарда өткен едік, қателеспесек. Так, ары қарай кеттік. Мына есеп шығарып көрейік. Нешінші есеп? 6-шы есеп. Function task 6 дейік. Және ол нені қабылдайды? 1-ден n-ге дейін. Демек, ол n-ді қабылдайды. N-ді қабылдайды. Және нені қайтарады? S-ті қайтарады. S дегеніміз бізде ол сумма. Сум дей салайықшы сразу. Так, енді ненің суммасын қайтарады? Квадратов четных и кубов нечетных дейді. Чисел от 1 до n. Міне, 1-ден бірдеңеге шейін дейтін болсақ, демек ол 1-ден циклда, неше рет екені белгісіз. For'ды жазамыз. Let i тең 1 деп бастай берсек болады. Өйткені 0-дің кубы 0 ғой, оны суммирт еткеннен пайда жоқ та. Так, i-ді тексереміз n-нен кіші ма деп. Кеше айтқанымдай, егер от 1 до n десе, значит, n-ді кіргізбей қойсақ дұрыс. Егер кіргізу керек болса, өздері есепте айтады, включительно деп. Так, и плюс деп. Осылай ашамыз. Так, енді не істейміз? Енді сумға қосып отыруымыз керек. Сумға қосамыз. Нені қос дейді? Квадрат және кубты қос дейді. Квадрат дегеніміз i-дің 2-ші дәрежесі. Және нені қос дейді? Кубты қос дейді. Сум үстіне қосамыз i-дің кубын. Бірақ дейді четныйлардың ғана несін қос дейді? Квадратын қос дейді. Демек, if деп тексереміз. i-ді 2-ге бөлгенде қалдықсыз бөлінсе, демек ол не? Жұпсан. Бұның квадраты керек бізге. Так, осылай қыламыз. Енді бит жазсақ болады. Else if, егер олай емес, i-ді 2-ге бөлгенде 1 қалдық қалатын болса десек, мынаны жазсақ болады. Осылай деп жазсақ болады. Сумға қосамыз. Енді бізде сум жоқ қой. Сум деген жоқ. Бас жағына құрып қоямыз. Let сум тең 0 деп, бастапқы мәні 0 деп береміз. Үстіне қосатын болғасын. Көбейтетін болсақ 1-ді беруші едік. Так, енді не істейміз?
дәл осыға тексеріп көрейік. Task 6-ға 1-ді берсек, так, 1-ді берсек 0 шықты. Не тоқтап қалды. 1-ді берсек 0 шықты. Дұрыс қой. 1-ді алмайды ғой. 1-ге дейінгіні алады. 2-ні берсек 1-ді алады. Так, мынаны алып тастайық. 3-ті берсек 1-дің кубы мен 2-нің квадраты 1-ге 4-ті қосады, 5. Дұрыс. Так, 4-ті берсек 5-ге 3-дің кубын қосу керек. 3-дің кубы бізде 3, 9, 27, демек 32 қайтару керек. 32, қайтарды. Енді 5-ті берсек 4-дің квадраты 16 ғой, 32-ге 16-ны қоса 48 қайтару керек. Жақсы, есеп дұрыс жұмыс істеп тұр екен, бірақ бізде есебімізде артық кодтар бар, оны қысқарта салайық. Қысқартқанда қалай қысқартсақ болады? Ең бірінші мынаны алып тастасақ болады. Else if дегенді алып тастасақ болады. Өйткені қандай да бір санды 2-ге бөлсең, не қалдықсыз бөлінеді, немесе 100% бір ғана вариант қалды. Бір деген қалдық қалады деген. Нелогично ғой, 2-ге бөлген кезде else if деп тағы да тексерген. Өйткені else ема, значит точно бір-ақ қалдық қалды. Сенімді болсақ болады. Жақсы, осылай жазсақ болады. Сосын тағы не істесек болады. Мыналарды алып тастасақ болады. Егер бізде бір ғана выражение болатын болса, біз жақша қоймай қойсақ болады ғой. Жақша қоймай қойсақ болады. Осылай жазсақ та болады. Қатарымыз кішкене азайтып, осылай жазсақ болады. Немесе қарап тұрсаңыздар, екеуінде де бір логика. Сумға бірдеңені қосамыз. Әйтеуір өзгермейтін нәрсе сум, оның үстіне тағы бірдеңені суммировать етеміз. А вот не нәрсе сол шартқа қарай өзгеріп жатыр. Бұндай кезде тернарный оператор қолданып жүрсек болады. Так. Так, мына жерге сум плюс тең дейміз да. Енді осы жерге шартты қоямыз. И 2-ге процентсіз бөлінсе, демек дейміз сұрақ белгі процентсіз бөлінсе и-дің квадратын қосамыз. Немесе и-дің кубын қосамыз десек болады. Мынау үстіндегі мына бір кодпен, осы қатар кодпен, астында қатар код екеуі 100% бірдей. Альтернатива бір-біріне. Так, бірақ мына жерде 3 болған болса, уже жасай алмаушы едік. Өйткені 3-ге бөлсең, уже қалдық қалудың 3 түрлі варианты бар ғой. 0, 1, 2 деген. Мына жерде біз 2-ақ қана вариант болған кезде тернарный оператор қолдансақ дұрыс. Так, орнына қояйық. Жақсы, мынаны өшіріп тастайық, үстіндегі 4 қатарды. Оның орнына 1 қатарды қалдырайық. Осылай тексеріп көрейік. 48 қайтарып тұр, 5-ке, дұрыс. For осылай. Так, for'дың бірінші бөлігі бұл каунтерлерді құруға деп қабылдаңыздар. Әрине оның басқа да мақсаттарды қолдануға болады. Бірақ мәселе мағына сол күйінде қалады, мағынасы. Initial value'ларды осы жерде құрамыз. Мына бөлік бұны да күрделендіруге болады, бірақ бәрібірде мәні сол қалады. Мына кругқа кірейін ба, кірмей-ақ қояйын ба, соны анықтайтын нәрсе ғана жазылады мына жерге. Сосын и++, ол круг біткеннен кейін счетчикті алдыға жылжытып отыру. Осы мағынадағы кодтар жазылады. Неге мына жерге бөлек шығарып қойған? Неге оны while сияқты кодтың ең астына жазып отыра бермеске? Осыған ойларыңызды айтып көрсеңіздер. Чатқа, телеграм чатқа. Жақсы.